Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге қазанда тандыр самса жауып үйренеміз. Дәмі өте әдемі болады, тура тандырда піскендей әсер қалдырады. Бұлай болса, сіздермен жасалу жолымен бөлісейін. Ең алдымен табаққа ұн саламыз, яғни қамыр илеуге кірісеміз. Ұнның ортасын кішкене ашып, бір жұмыртқа саламыз. Үстінен бір шай қасық тұз саламыз. Үстінен өсімдік майын құямыз. Артынша судың жартысын құямыз. Судың артынан бір шай қасық уксус қосамыз. Бұл қамырдың қытырлақ болып шығуына септігін тигізеді. Сосын барлығын жақсылап араластырып, қамыр илеуге кірісеміз. Ортасына келгенде судың қалған бөлігін қосып жібереміз. Қамырды илеп болдық, енді бір салафанға салып, салқын жерге алып қоямыз. Июі қанған қамырды жаюға кірісеміз. Ең алдымен 2 зуалаға бөліп аламыз. Екі зуаланы 2 бөлек жаямыз. Ең бірінші біреуін, кейін екіншісін жайып аламыз. Еттің қамыры секілді қалыңдықта жайып алған соң, үстіне май құямыз. Менде сары май, ерітілген сары май, кез келген маргарин немесе үйде ерітілген майларды қолдануларыңызға болады. Сосын осылай рулет қылып орап шығамыз. Бірінші зуаланы осылай орап алғаннан кейін шетке алып қойып тұрамыз, екінші зуаланы жайып аламыз. Екінші зуалаға да дәл сондай май құйып, жағып шығамыз, барлық жеріне жететіндей етіп. Оның үстіне алдын ораған алғашқы зуаламызды қойып, қайтадан орап шығамыз. Бұл біздің қамырымыздың слойының көп болуына, яғни қатпарларының көп болуына өз септігін тигізеді. Сосын осылай орап, салқын жерге алып қоямыз, шамамен 1 сағатқа. Енді салмасын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге ет керек және де пияз керек. Барлығы ұсақтап туралған болуы керек. Етті де майдалап тураймыз, пиязды да майдалап тураймыз. Үстіне газды сусын, яғни минералка құямыз. Одан кейін тұз дәміне қарай саламыз. Сосын дәмдеуіштер мен зіре қолдандым. Қара бұрыш, кез келген қалаған бұрыштарыңызды қосуларыңызға болады. Және де қойдың құйрық майын қосып жүрсеңіздер дәмді бола түседі. Салқында тұрған қамырды алып зуалашыларға бөлуді бастаймыз. Менде кішкентай 8 зуала шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қатпарлары өте әдемі болып және көп қатпарлы болып шығады. Зуаланы жасағанда жанынан емес, тура осылай қойып, үстінен басамыз, яғни мен видеода көрсеткендей, сонда қатпарлары жайылған кезде білініп тұрады. Барлық зуалаларды жайып аламыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта жаямыз. Осылай ортасына салмасын салып, түйуді бастаймыз. Тандыр самсаға қатты бір форма керек емес.
астындағы қамырларын қатты бір-біріне жабыстырып, осылай түйіп шықсаңыздар болады. Салмасын да көбірек қылып салғандарыңыз дұрыс. Барлық түйген самсаларды аударып қойып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Күнжіт сеуіп, одан кейін бетіне түмен себеміз. Кейбір жерлерде седана деп айтады. Енді қызып тұрған қазанға жұмыртқаның ағына малынып алынған самсаларымызды жабыстырып шығамыз. Қазан өте ыстық болады, абайлы болыңыздар. Шетін міндетті түрде шашықпен ұстаңыздар. Міне осылай жабыстырамыз. Жұмыртқаның ағына астын малаймыз. Және де осылай барлығын жабыстырып шығамыз. Араларында ашық жерлер қалуы керек. Соңында қақпағын жауып қоямыз. Әр 10 минут сайын осылай қақпағын ашып, буын шығарып, және де қақпағының суын терлеген жерлерін сүртіп тұрамыз. Міне буы толықтай кеткен кезде қайтадан қақпағын жауып қоямыз. Газымыздың асты орташа болу керек, немесе ең төменгі алауда пісуі керек. Жалпы алғанда 40-45 минутта бұл тандыр самса пісіп шығады. Беті сәл қызармауы мүмкін. Бұндай жағдайда аламыз да печканың бетіне қойып, бетін пісіріп аламыз. Тек қана бетін астының піскенін өздеріңіз көріп тұрсыздар. Әсел пешке шамамен 5-10 минутқа салып алдым, сонда осылай беті қызарып шықты. Міне өте дәмді, түрі де, дәмі де сөз жоқ, керемет самса болып шықты. Тура тандырда жабылған самса сияқты жасап көруге кеңес берем барлықтарыңызға. Ас болсын.